Біз бүгін бокстағы ең жылдам боксшылар туралы сөз қозғаймыз. Сіз қазір мүмкін Пакьяоны, мүмкін Гарсияны ең жылдам деп отырған шығарсыз. Бірақ бокстағы ең жылдам боксшы ирандық Юсеф Имани. Ол 1 минутта ең көп 441 соққы жасаған, және оның видеоролигін интернетте ондаған миллион адам тамашалаған екен. Және ол ресми түрде ең жылдам боксшы ретінде Гиннес рекордтар кітабына енгізілген. Екінші орында әрине Мэнни Пакьяо, 8 салмақта чемпион болған аңыз боксшының жылдамдығы бокстағы басты құралы болды, және бұл жайлы көп сөйлеп керек емес. Және сарапшылар оны ең жылдам сұлақай боксшы деп санайды. Үшінші орында Шугар Рэй Леонард, 1980-1990 жылдардың ең мықты боксшыларының бірі, қолымен қатар аяғымен де техникалы және жылдам болды. Төртінші боксшы бұл аты аңызға айналған Мұхаммед Әли. Көпшілік оны барлық уақыттағы ең жылдам боксшы санайды. Ол өз жылдамдығымен билеп жүріп те бокстасты, және 3 секундта 12 соққы жұмсаған кездерде болды. Бестікті әрине кіші Рой Джонс түйіндейді. Ол бокспен қатар актер және рэпер болды. 1988 жылғы Олимпиадада күміс медаль алды. Рой Джонс та өте жылдам бокстасты, және екі қолын артқа ұстап, шоу көрсетумен танымал болды. Бұл тізімге Пернел Уиттакер мен Флойд Мейвезерді де енгізуге болады. Олар да найзағайдай жылдам боксшылар.